тірек сөздерге назар аударыңдар. Қазпошта, электронды пошта, ғаламтор, жәшік, хат, жеткізу. Осы сөздерді пайдаланып сабақтың тақырыбын ашамыз. Қалай ойлайсыңдар оқушылар, бүгін сабақта біз не туралы сөйлесеміз? Әрине, бүгін біз электронды пошта туралы әңгімелейміз. Электронды поштаны қолдану өте ыңғайлы. Электронды пошта құрылымы жағынан кәдімгі поштамен жіберілетін хатқа ұқсайды. Мұнда жәшік, пошта, хат, жеткізу деген сөздер қолданылады. Ал енді бүгін жаңа сөздермен танысайық. Хабарлама, сообщение, объявление, электронды пошта, электронная почта, таңдау, выбрать, тінтуір, мыш, жәшік, ящик, құпия сөз, пароль, тіркелу, регистрация. Ал енді оқушылар осы жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға үйреніңдер және жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне көшіріп алыңдар. Тапсырмаға көшейік. 70-ші бетте бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Сұрақтарға ауызша жауап беріңдер. Сенің электронды поштаң бар ма? У тебя есть электронная почта? Сенің электронды поштаң бар ма? Электронды поштаны өзің аштың ба? Сам ли ты открывал электронную почту? Электронды поштаны өзің аштың ба? Досыңның электронды поштасы бар ма? Есть ли у друга электронная почта? Досыңның электронды поштасы бар ма? Досыңмен электронды пошта арқылы хабарласасың ба? Общаешься ли ты с другом по электронной почте? Досыңмен электронды пошта арқылы хабарласасың ба? Ал енді оқушылар осы сұрақтарға жауап беру. Мысалы, сенің электронды поштаң бар ма? Есть ли у тебя электронная почта? Если есть электронная почта, то мы отвечаем на этот вопрос: менің электронды поштам бар. Обратите внимание, что при задавании вопроса мы использовали местоимение притяжательной формы сенің, твоя, твой. При ответе местоимение меняется на первое лицо. Менің электронды поштам бар. У меня есть электронная почта. Если же у вас нет электронной почты, то вы отвечаете: менің электронды поштам жоқ. Электронды поштаны өзің аштың ба? Сам ли открывал электронную почту? Если вы сами открывали электронную почту, ответ будет: электронды поштаны өзім аштым. Электронды поштаны өзім аштым. Если вы не сами открывали, то на этот вопрос вы отвечаете: электронды поштаны өзім ашпадым. Электронды поштаны өзім ашпадым. Не сам открывал электронную почту. Өзім ашпадым. Ашпадым отрицание. Не открывал. Досыңның электронды поштасы бар ма? Есть ли у друга электронная почта? Если есть почта у друга, то вы отвечаете на вопрос: досымның электронды поштасы бар.
досымның электронды поштасы бар. То есть досым притяжательное первого лица. Менің досымның электронды поштасы бар. Если же у вашего друга нет электронной почты, то вы отвечаете досымның электронды поштасы жоқ. Досымның электронды поштасы жоқ. Жоқ, нет. Досыңмен электронды почта арқылы хабарласасың ба? Общаешься ли ты с другом по электронной почте? Если общаешься, то отвечаем досыммен электронды почта арқылы хабарласамын. Досыммен электронды почта арқылы хабарласамын. Если же не общаетесь по электронной почте, то ответ будет таким: досыммен электронды почта арқылы хабарласпаймын. Досыммен электронды почта арқылы хабарласпаймын. Хабарласпаймын. Не общаюсь. Оқушылар, дескрипторға назар аударыңдар. Сұрақтарға жауап берілсіңдер. 4 балл. Қазақ тілінің тән дыбыстарына назар аударып дұрыс айтасыңдар. 1 балл. Келесі тапсырма 71-ші бетте 3-ші тапсырма мәтінді тыңдаңдар. Әлібек, сенің электронды поштан бар ма? Әлібек, у тебя есть электронная почта? Әлібек, сенің электронды поштан бар ма? Әрине бар. Сенің ше? Конечно, есть. А у тебя? Әрине бар. Сенің ше? Менің электронды поштам жоқ. У меня нет электронной почты. Менің электронды поштам жоқ. Маған почта ашып берші. Открой мне почту. Маған почта ашып берші. Оны қалай ашады? Как его открывают? Оны қалай ашады? Оны ашу оңай. Его легко открыть. Оны ашу оңай. 10-15 минут уақыт кетеді. Займет 10-15 минут. 10-15 минут уақыт кетеді. Шын ба? Правда? Қалай ашуға болады? Как можно открыть? Шын ба? Қалай ашуға болады? Бірінші пошталық серверді таңдаймыз. Во-первых, выбираем почтовый сервер. Бірінші пошталық серверді таңдаймыз. Екінші пошта ашу жазуын тауып, тінтірудің оң жағын басамыз. Во-вторых, находим запись «Открыть почту» и нажимаем правую кнопку мыши. Екінші пошта ашу жазуын тауып, тінтірудің оң жағын басамыз. Почта жәшігі ашылды ма? Почтовый ящик открылся? Почта жәшігі ашылды ма? Жоқ. Нет. Жоқ. Үшінші, ашылған терезеге аты жөніңді, логиніңді жазамыз. В-третьих, в открытой окошке пишем фамилию, имя и логин. Үшінші, ашылған терезеге аты жөніңді, логиніңді жазамыз. Электронды поштаны құпия сөз қоюын керек. Электронды поштаны құпия сөз қоюын керек. Нужно пароль на электронную почту. Қандай сөзді таңдайсың? Какое слово выберешь? Қандай сөзді таңдайсың? Ол не үшін керек? Для чего это надо? Ол не үшін керек? Сенің поштаңды басқа адамдар ашпау үшін құпия сөз қажет. Чтобы другие люди не могли открыть твою почту, нужно пароль. Сенің поштаңды басқа адамдар ашпау үшін құпия сөз қажет. Менің туған күнімді жазайық. Запишем
мою дату рождения. Менің туған күнімді жазайық. Төртіншіден, соңғы терезеге сенің телефон номеріңді жазамыз. В-четвертых, в последнее окошке напишем номер телефона. Төртіншіден, соңғы терезеге сенің телефон номеріңді жазамыз. Тіркелу деген сөзді тінтуірмен басамыз. Нажимаем мышкой на слово «зарегистрироваться». Тіркелу деген сөзді тінтуірмен басамыз. Болды, енді сенің жеке электронды поштан бар. Все, теперь у тебя есть личная электронная почта. Болды, енді сенің жеке электронды поштан бар. Өзінің жақын достарына хабарлама жаза бер. Можешь писать сообщения своим близким друзьям. Өзінің жақын достарына хабарлама жаза бер. Құттықтаймын, поздравляю. Құттықтаймын. Рахмет, Алибек. Спасибо, Алибек. Рахмет, Алибек. Сен нағыз доссың. Ты настоящий друг. Сен нағыз доссың. Ал енді оқушылар, осы тыңдалған мәтін бойынша жоспар құрастырып, мәтінді баяндаймыз. Жоспар құрастыру үшін бірінші кіріспе бөлімі, екінші негізгі бөлімді және үшінші қорытынды бөлімді жазамыз. Содан кейін осы жоспар бойынша тыңдалған мәтіннің мазмұнын баяндаймыз. Оқушылар дескрипторға назар аударамыз. Жоспар құрастырасыңдар 3 балл, жоспарға сүйеніп баяндайсыңдар 1 балл, және қазақ тілінің тән дыбыстарын дұрыс айтасыңдар 1 балл. Бұл тапсырма үшін 5 балл жинайсыңдар. Ал енді оқушылар, сабағымызды қорытындылаймыз. Суреттерге қарап, қандай ой түйдіңдер? Бүгін сабақта не туралы айттыңдар? Электронды пошта не үшін керек? Оқушылар, осы сұрақтарға ауызша жауап беруге тырысыңдар. Постарайтесь устно ответить на эти вопросы. Үй жұмысы, жаңа сөздерді жаттаймыз, сөздікке көшіріп аламыз, және дәптерлерге жазбаша жаңа сөздер мен сөйлемдер құрастырып. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.